Мынау басымыздың ішіндегі біздің миымыз. Ал мынау біздің асқазан ішек жолымыздағы ішегіміз, бұл біздің екінші миымыз. Яғни кім өскісі келеді, кім көп табыс тапқысы келеді, кім өзінің өміріндегі проблемаларын барлығын былай по полочкам қойғысы келетін адамдар болатын болса, олар барлығы көбінесе психологқа барады. Яғни мынау бастың ішіндегі миды реттеуге барады. Егер сіз дәл солай неше түрлі отношениемен, неше түрлі проблемамен қиналып, психологқа барам деген ойда жүретін болсаңыз, міндетті түрде мына екінші миыңызды тазартып алыңыз. Сол кезде сіздің алған біліміңіз, жасаған проработкаңыз мына миыңызға сіңімді болады, әдемі қорытылатын болады. Ал енді қалай очистка жасаймыз дейтін болсаңыз, маған дайректке жазыңыз, немесе сілтемеден өтіп WhatsApp